Қыздар, қараңыздар, барлық бөлігін дайындап алдық. Енді осыларды бір-біріне біріктіріп тігуге көшетін боламыз. Барлық бөлігін дайындап алғаннан кейін уже тігуге кірісеміз. Қыздар, қараңыздар, бас бөлігінен бастаймыз. Біздерде мынау жаңағы бастың маңдай бөлігі, мынау мұрынның үстінде тұратын бөлігі және тұмсық жақтары, ақтан жасап аласыздар, және мұрны, осылар қажет болады. Енді осыларды бірінші қосып аламыз, сосын барып басқа бөліктерін қосатын боламыз. Қалған бөліктерін барлығын жинап алып қоямыз. Міне 2 штук дегеннен 2 штук, 1 штук дегеннен 1 штукты кесіп дайындап аласыздар. Ең алдымен маңдай бөлігімізбен мұрын үсті бөлігін бір-біріне қосып тігіп аламыз. Осылай қоясыздар дағыны. Мына ұшын теңестіріп, осы жерден бастап, мына ұшына дейін жақсылап тігіп шығамыз. Тігіп алдық. Енді мына екеуін қараңыздар. Осы бөлікті, мына бөлікті бір-біріне қосып аламыз. Бұл бізде мұрынның асты, яғни ауыз бөлігі деген сияқты. Бет бөлігі ғой мынау. Енді келесі кезекте мыналарды бір-біріне қосамыз. Мына екеуін қосамыз. Мынамен мынаны қосамыз. Сосын мына жақта біздерде мұрын бөлігі пайда болады. Жасап алған тұмсығымызды осы бөлікке орналастырып тігіп шығамыз. Яғни мына жерден бастаймыз. Мына ұшы мына бір бөлігіне орналасу керек. Осыны былай айналдырып тігіп шығасыздар. Жақсылап закрепкамызды беріп аламыз. Мына ұшы мен мына ұшын бір-біріне теңестіреміз. Екіншісінде дәл солай жасап аламыз. Біздерде мына жері қалу керек. Бұл жерге жаңағы мұрнымызды тігіп қоятын боламыз. Ұшын ровно бір-біріне қосып аламыз. Закрепканы міндетті түрде беріп отырамыз. Ұштарын бір-біріне келтіреміз. Ол созылатын мата, қыздар, менде велюр ғой, дубайский велюр. Үстіңгі бөлігі ақ түсін мен жаңағы кәдімгі флис матасынан қолданып жатырмын. Сондықтан велюр созылады, былай-былай ретке келтіріп алсаңыздар болады. Міне, мынау біздерде мұрын бөлігі қалды ғой. Енді осыған мұрнымызды былай қосып тігіп алатын боламыз. Мұрындарды қараңыздар, өзі бөліктері берілген. Осы үш жағын бірінші тігіп аламыз. Үш бұрыш деп артына сызып алдым. Мұрынның ұшы шығып тұру үшін біздерге осылай екі жағынан және мына бөлігін тігіп аламыз, үш бұрыш етіп. Енді осыны мына бөлікке тігіп шығамыз. Мына бір жері қараңыздар, мына тігіс түсті ғой, осы тігіске ровно келу керек. Ровно бір-біріне оң қаратып қоямыз дағыны. Оң қаратып қойып, осылай айналдырып тігіп шығамыз. Мына жаңағы шеткі тіккен жеріміз мына шетіне ровно келу керек. Қараңыздар, мына шетте мына тігіске ровно келіп тұр. Енді осыны айналдырып, ақырындап тігіп шығасыздар. Қолмен тігіп алсаңыздар да болады, қыздар, если машинкаға қиналатын болсаңыздар. Қолмен ақырындап отырып тігіп ретке келтіріп алсаңыздар болады. Негізі машинкаға қарағанда қолмен тіккен оңай сияқты, қыздар, мұрнын. Міне, айналдырып тігіп алдым. Мұрны пайда болды біздерде. Артық жіптерін қиып алып тастаймыз. Енді мына жерлері қараңыздар. Осы жерлердің барлығы ашық қой. Осы жерлерді біріктіріп тігіп шығамыз бір-біріне.
яғни формасы шығу үшін осылай. Мынаны да ровно бір-біріне біріктіріп аламыз. Біздің бас бөлігіміз дайын болды. Енді қалған бөліктерін қосамыз. Келесі кезекте құлағын тігеміз. Қараңыздар, құлақ бөлігі міне осылай берілді. Осыны бірінші тігіп дайындап аламыз. Және біздерде бас бөлігінің үстінде қараңыздар, екі жері ойық берілген, иә. Осы ойықтарға құлағымызды кіргізіп отырып тігетін боламыз. Және мынау біздерде тоже былай жаңағы тігіп жібереміз. Енді құлақтарын бір-біріне қосып тігіп аламыз. Міне қараңыздар, қалай тұр? Дәл сол бойынша тігіп астыңғы бөлігін ашық қалдырамыз. Біздер оң бетіне аудару үшін, иә. Енді осыны оң бетіне аударамыз. Ұшын кесіп тастасаңыздар болады. Ұшы ровно аудару үшін. Бетіне аудардық. Құлағын тігіп алғаннан кейін қараңыздар, құлақ міне бір жағы теп-тегіс, бір жағы осылай доғал болып тұр ғой. Осы доғал жағы төмен жаққа қарайды, тіп-тіке болып тұрған жағы біздерде жоғарғы бөлікке қарайды. Енді бұны қалай тігеміз? Қараңыздар, мына жерде біздерде үш бұрышты қиық берілген ғой. Осы қиыққа былай орнатасыздар да, міне айналдырып осылай тұрғанда біздің құлағымыз кішкене ішіне қарап тұратын болады. Енді осыған тыйып аламыз. Қараңыздар, осы жерге кіргіземіз. Бұлақпен жақсылап қадап аламыз. Қадап алып, сосын былайына тігіп кетеміз. Енді осыны тігіп шығамыз. Енді мынаны былай қойып тігіп жібереміз. Үш бұрышты етіп. Сол кезде құлағымыз көрдіңіздер ме? Кішкене ішіне қарай былай түлкінің құлағы болып тұрады. Екіншісінде дәл солай тігіп аламыз және мына жерді просто осылай тігіп қоямыз. Екінші құлағымызды да дәл жаңағы әдіс бойынша тігіп шығамыз. Бас бөлігін дайындап алды. Қараңыздар, енді бастың артқы мына төбесі жағы бар ғой, артқы жағы, осыны аламыз. Міне осындай бөлікті аламыз. Екеу болу керек. Енді бұл да қараңыздар, бір жағы тегіс, бір жағы кішкене доғал болып тұр, иә. Осы тегіс жағын бір-біріне қосып тігіп аламыз бірінші. Қараңыздар, тегіс бөлігін бір-біріне қосып, сосын бастың артқы бөлігін осы бойынша қосып шығатын боламыз. Қосып алды. Енді осыны мынаған қосып шығамыз. Қараңыздар, дәл осы жерін, осы мына жер тіктік қой біздер, дәл ортасында соны осыған бір-біріне келтіріп аламыз және айналдырып отырып былай тігіп шығасыздар. Бір-біріне қосып шығамыз. Солай айналдырып, бізде мойын асты ғой. Қараңыздар, мына мойыны мына жерде біткен ғой. Мойын астына жалғанатын жерге дейін алып келесіздер. Ровно қойып аламыз дағыны, осыны енді тігіп шығамыз.
тыңдап отырып айналдырып тігіп шығамыз. Тігістердің бәрін екіге ашып отырып тігіп шығыңыздар, өйткені мындай дөңкиіп қалмасын. Ровно қойып аламыз. Төбесіндегі тігісті ровно бір-біріне келтіреміз. Тігістері бір-біріне ровно келіп тұру керек, қыздар, сол кезде әдемі шығады ойыншықтарыңыз. Мынау велюр мат, сіздерде созылатын мат алсаңыздар, тартып созып бір-біріне келтіріп алуға болады, онда қиындығы жоқ. Бетіне аударамыз. Біздерде бас бөлігіміз дайын болды. Енді денелерін тігеміз да, осыларды бір-біріне біріктіреміз. Бізде басы. Келесі кезекте біздер осы бөліктерді тігіп аламыз, яғни аяғын тігіп аламыз. Мынау бізде табаны, аяқ бөлігі, табаны, мынау бізде қолы, мынау бізде құйрығы. Қолынан 4 штук, аяқтан 2 штук, табаннан 2 штук, құйрықтан 1 штук қажет болады. Осыларды лекала бойынша қиып аласыздар да, қосып тігіп шығамыз. Яғни қолдарын тігіп аламыз бірінші. Қалай тұр, солайына қойып, екеуін бір-біріне біріктіріп, айналдырып тігіп шығасыздар да, оң бетіне қаратып аламыз. Сосын қалафайбер салғанда да, бұны ішіне толық толтырмайсыздар, кішкене осы жартысына дейін салыңыздар, өйткені мына жағы сіздерге тігіледі ғой, қосылып, сол кезде сіздерге ыңғайсыз болмас үшін. Қолын дайындап алдық. Оң бетіне аударасыздар осыны. Енді аяғын тігеміз. Аяғын қалай тігеміз, қараңыздар. Бір бөлігін алып аламыз дағыны. Етік сияқты қылып, осы жерге дейін тігеміз, аяғына дөңгелегін айналдырып қоямыз. Енді табанымыз бар, жаңағы бөлік табандарымыз. Табанымызды алып, осыған айналдырып тігіп шығатын боламыз. Осылай қоясыздар дағыны. Дөңгелекті айналдырып тігіп шығамыз осыған. Екі аяғын, екі қолын осылай тігіп аламыз. Айналдырып тігіп шықтық. Үстінен тағы бір рет жүргізіп алсаңдар болады, чтобы жақсылап ұстап тұру үшін. Тігіп шықты. Тігіп алдық, енді осыны оң бетіне аударамыз. Сол кезде міне аяғы дайын болады, қарасыр. Енді құйрығын тігеміз, қыздар. Құйрығы, қараңыздар, осындай бөліктер берілген. Осыны бір-біріне бірінші қосып тігіп аламыз. Қараңыздар, ақ пен негізгі бөлігімізде.
сосын айналдырып тігіп қоя қоямыз. Осы екеуін қосып тігеміз. Қосылған жерлері ровно келу керек бір-біріне тоже. Тігіп алдық. Енді бұны да оң бетіне аударып дайындап аламыз. Міне, дәл осылай қыздар екі аяғын, екі қолын, құйрығын тігіп дайындап аламыз және үстіңгі бөлікті тігуге көшеміз. Біздерде құйрығы дайын болды. Барлық дайындап алған бөліктеріміздің ішіне осындай халафайр немесе синтефон салып толтырып аламыз. Қатты толтырмаймыз қыздар. Кішкене аяқтарына бос орын қалу керек, өйткені тігуге ыңғайлы болу үшін. Келесіде біздерге осы бөліктер қажет болады. Яғни бізде ішкі бөлігі бір бөлік, мына бізде екі жаны, мынау жанға қосылатын бөлігі, міне қараңыздар, бұлай қосылады. Лекалада жазылып тұр, қол тігілетін бөлігі деп. Осы жерлерге қазір қолдарын тігіп дайындап алатын боламыз. Ол үшін міндетті түрде лекаладан сызып алыңыздар қол тігілетін бөлігіне. Міне екі жағында да дайындап алдық қол тігілетін бөлігін белгі орнатып. Енді қараңыздар, ішкі бөлігін ала тұрамыз. Қолын осы жерлерге тігіп шығатын боламыз. Міне қыздар, біздер екі бөлігін ровно бір-біріне қойып алдық. Енді қараңыздар, мына біздерде қолы ғой. Міне осылай тұрады. Мынау бізде ішкі жағына қарайды. Сондықтан міне мынаны былай қоймаймыз да, мынаны былай үш бұрышты етеміз. Қараңыздар, көрдіңіздер ме? Мына тігістері ровно үстінде қалу керек. И міне осылай қойып тігіп жібереміз. Осылайына қоясыздар да ғой. Мына жерге қойып тігіп аламыз. Көрдіңіздер ме? Енді мынаған жалғаймыз. Осы бөлігін бір-біріне жалғап аламыз. Сол кезде қараңыздар, біздің қолымыз міне былай ішіне қарап тұрады, көрдіңіздер ме? Осылай ішіне майысып тұру керек. И мынау біздерде мынаған жалғанады. Мынаған жалғанады. Осыған бір-біріне жалғап аламыз. Ұштарын бір-біріне ровно келтіреміз дағына. Бір-біріне қойып аламыз. Көрдіңіздер ме? Екіншінде дәл солай жасап аламыз. Мына жерде бізге қолы тігілу керек, орнын белгілеп аламыз. Екі жағы бірдей болу керек, қыздар. Бір қолы төмен түсіп, бір қолы жоғары көтеріліп кетіп жүрмесін. Сондықтан міндетті түрде осылай қай жерге тіктіңіз, бірінші қолын осылай белгілеп алыңыздар. Екінші қолында осылай қойып, қолымыз сыртына емес, ішіне қарап тұру керек қой, майысқан жер. Енді осыны бір-біріне қосып, мынаған қосып тігіп аламыз. Бірінші қараңыздар. Сосын барып бір-біріне қосып тігеміз.
мына екеуін бір-біріне қосып тігеміз. Бөліктерін қосып алғаннан кейін біздер уже құйрығын тігетін боламыз. Құйрығында дәл қолы секілді қыздар осылайына емес, тігісті бір-біріне қарама-қарсы келтіріп отырып осылай тігіп аламыз. Яғни міне артқы бөлігінде, міне жанғы бөлігінде берілген ғой бөліктер, осы құйрықтың орны, иә, осы жерге тігіп аламыз былайына. Осылайына тігіп аламыз, сосын барып бір-біріне қосамыз. Енді мына екеуін бір-біріне қосып аламыз. Осы жерден қыздар кішкене қалдырып кетсеңіздер болады. Біздер қазір ішіне холофайбер салуымыз керек қой. Сол жерге міне кішкене бөлікті тастап кетсеңіз болады. Оң бетіне аударып біздер холофайбер салып, сосын қолмен тастауға қажет. Яғни артқы бөлігінен, иә. Мен 6-7 сантиметр примерно қалдырдым. Біздерде денесі дайын болды. Енді бұған құйрық жағы, көтен жағы мен аяғын орналастырамыз. Келесі бөліктерін бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Қараңыздар, біздерде мынау астыңғы бөлігі ашық, осыған мына бөлігімізді келтіріп тігіп аламыз. Біздерде мынау дөңгелек болып тұрған жағы артқы жағына қарайды, осылай тұрған жағы бізде алдыңғы бөлікке қарайды. Енді осыны мынаған тігіп аламыз қазір. Аяғын тігіп алуға бастаймыз. Ең бірінші қараңыздар. Аяқты да осылайына тікпейміз, мына тігісті бір-біріне параллель қойып, міне қараңыздар, осылайына тігіп аламыз. Бірінші тігіп алайық аяғымызды. Тігісті дәл ортасына келтіріп дайындап аламыз. Екіншімізде де дәл солай. Қараңыздар, тігіп алдық. Енді мына бөлікке қосамыз. Қараңыздар, біздерде мынау жаны қосылған жер бар ғой, міне мынау бөлік, кішкене бөлік қосылған жер бар ғой, сол жерге осылай орнатамыз. Қараңыздар, міне. Екіншіне де дәл солай орнатып аламыз. Примерно мына екі сызықтың дәл ортасына қоямыз, ортасына. Аяғымызды тігіп алдық. Мынаны қосып тігіп аламыз. Тігіп алдық. Енді осыған мына бөлікті орнатып шығамыз. Яғни мынау доғал болып тұрған жағы артқы бөлікке қарайды. Теп-тегіс болып тұрған жері алдыңғы бөлікке қарайды. Дәл ортасын тауып аламыз да мына. Мына ортаны мынаған ровно келтіреміз. Мына жеріміз мынаған ровно келу керек. Аяқты бұлай оң бетіне қаратып жіберіңіздер, Осын бірінші тігіп аламыз, сосын қалғанын айналдырып отырып тігіп шығамыз. Енді мынаны былай теріс бетіне аударасыздар дағыны. Былай айналдырып тігіп шығамыз. Жауып. Аяқтары мешать етеді, сондықтан былай домалақты астына жеріп, аян астына жер тігейік.
асықпай отырып осылай айналдырып қосып шығамыз. Кез келген совет ежеміз. Мойын ойнысына, қыздар қараңыздар, мына жерін тігіп аламыз. Жаңа мойнына берілген жерге. Тігіп алдық. Енді осыған мынаны кіргізіп тігіп шығамыз. Осы оң бетінде тұра берсін қыздар, оң бетінен осылай кіргізесіздер ішіне. Тігістерін бір-біріне ровно келтіріп аласыздар. Қараңыздар. Мына ортасындағы дәл тігіс, иектің астындағы, осы бір-біріне келу керек, төбесіндегі бір-біріне келу керек деген сияқты. Сол кезде ровно шығады. Мына жердегі тігіс мынаған бір-біріне келу керек. Біздер артқы жағынан тігіс қалдырдық қой, жаңа ашық жер, сол жерден сосын оң бетіне айналдырып аламыз міне. Өзі бір-біріне ровно келетін тігістер бар, соларды келтіріп отырсаңыз, ойыншығыңыз өте әдемі шығады. Артындағысына. Все, осыны айналдырып тігіп шығамыз. Инелерімізді алып отырамыз. Ашық жерімізден оң бетіне жақсылап аударып аламыз. Ақырындап отырып. Не қыздар, біздердің түлкіміздің сырты дайын болды. Енді ішіне қалафайберімізді толтырамыз. Артық жіптерін барлығын алып тастаймыз. Мына ашық жерімізден толтырып қалафайбер саламыз. Артқы бөлігін қыздар қолмен тігіп шығамыз. Осылай соңына дейін тігіп аламыз. Қыздар, көзіне кез келген дайын көздерді қолдансаңыз болады, немесе осындай бітек принттермен шығарылған көздер бар. Кез келген осындай принтпен айналысатын ханымдар шығарып береді. И осыны екі көзіне орнына жабыстыра қоясыздар үтіктен бастырып. Мен бұрын көп қылып шығарып алған, сосын үшін қаншама бір шығарып қойсаңыздар, қаншама көз неге қолдана бересіздер. Жаңа түлкімізді аламыз да, осы екі жеріне қараңыздар. Примерно келтіріп аласыздар. Екеуін ровно етіп. Осылай жабыстырып қоямыз, үтікке бастырып, мынаны алғанда көзі қалады өзі.